Бүгінде қоғамда жасырын қудалау мен психологиялық қысым мәселесі жиі көтеріледі. Осыған орай Шалқар ауданында заң және тәртіп жобасы аясында сталкингті тоқтат атты форум диалог ұйымдастырылды. Мамандар жастарға жаңа заң нормаларын түсіндіріп, жәбірленушілерді қорғау жолдарын таныстырды. Белсенді қатысуға шақырамын және сәттілік тілеймін. Шалқар ауданында заң және тәртіп жобасы аясында сталкингті тоқтат атты форум диалог өтті. Шара барысында прокурорлық және полиция қызметкерлері сталкингтің белгілерін, онлайн қудалаудың қауіпті тұстарын тарқатты. Мамандардың айтуынша, қылмыстық кодексінің 115-1 бабына сәйкес мұндай әрекеттер айыппұл, қоғамдық жұмыс және 50 тәулікке дейін қамау жазасы көзделген. Сондай-ақ мамандар некеге мәжбүрлеу мен сталкинг үшін қылмыстық жауаптылық күшейтілгенін, жәбірленушілерді қорғаудың нақты тетіктері бар екенін түсіндірді. Мемлекет басшысының заң және тәртіп қағидатын іске асыру аясында аудандық мәдениет үйінде сталкингті тоқтатты форум өткізілді. Форумға 16-30 жас аралығындағы жастар, оқушылар, заң өкілдері, психолог мамандар шақырылды. Форумды өткізудегі мақсатымыз қылмыстық кодекске жаңадан енгізілген сталкинг бабы бойынша түсінік беру, одан сақтану жолдарына ашық әңгіме құру. Кездесуге құқық қорғау органдарының өкілдері мен дәрігерлер, психологтар мен жастар қатысты. Шараның басты мақсаты азаматтарды жаңа заң нормаларымен таныстыру. Ұйымдастырушылар мұндай кездесулер құқықтық сауаттылықты арттырып, қауіпсіз қоғам қалыптастыруға ықпал ететінін атап өтті. Бүгін біз сталкингті тоқтат атты форум диалогқа жиналып отырмыз. Бұл шараның мақсаты жастарға сталкингтің қауіпті екенін түсіндіру, белгілерін танып білуге үйрету және жәбірленушілерге қолдау көрсету. Форумда әр саланың мамандары өз тәжірибелерімен бөлісіп, практикалық кеңестер береді. Іс-шараны Шалқар ауданы әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия мен Шалқар аудандық полиция бөлімі бірлесіп ұйымдастырған. Форум соңында жастар еркін пікір алмасып, мамандарға сұрақтарын қойды. Қудалау фактілерін тіркеу жолдары жөнінде арнайы бейнероликтер көрсетілді. Айгерім Сәурбай, тәулік.